Атыраулық судьялар шешендік өнер мен сот актісін әзірлеудің қыр-сырын меңгерді. Олар сот жүйесінің 7 түйін талқылады. Өңірдегі Фемида өкілдеріне жоғарғы сот пен Фридрих Эберт атындағы қор өкілдігі семинар тренинг өткізіп, судьяларға сот әдебі кодексі талаптарын және сот отырысын жүргізу мәдениетін сақтаудың қыр-сырын айтты. Семинарда судьяларға сот әдебі кодексі талаптарын қатаң сақтау ескертілді. Және сот отырысын жүргізу мәдениетін сотқа қатысушыларға өрескел мінез-құлық көрсетпеу мен сот актілерін сапалы дайындау айтылды. Аталған нормалардың сақталуы азаматтардың сотқа деген сенімін нығайтатынын атап өтті. Судья қатысушылардың сұрақтарына жауап берді. Вот мы, когда пленарное заседание проходило в онлайн-режиме, вы, наверное, все видели. Онлайн режимінде өткен пленарлық мәжілісті барлығыңыз көрген шығарсыздар. Байқағанымыз көбіне азаматтардың талап арыздарын немесе сот шешіміне келіспеу жөніндегі талап арыздарды түгел көшіріп, сот шешіміне қосу арқылы қорытынды шығара салады. Біз бұған жол бермеуді қатаң ескерттік. Біз талап арыздың негізгі мәнін алып, шешімді нақты әрі қысқа етіп жариялауды тапсырдық. И сущность принятого решения. Сот төрелігінің 7 түйіні жобасы аясында өткен семинар тренингтің екінші күнінде көпшілік алдында еркін сөйлеу мен сөйлеу техникасы айтылды. Бұл уақыт талабы. Онда судьяларға адам психологиясы, түрлі мінез-құлықтарды ажырата білу, көпшілік алдында еркін сөйлеу дағдыларын қалыптастыру туралы дәріс оқылды. Когда вы объявляете процессов, сколько у вас сидит в зале человек, какой у вас голос сам по себе. Если он у вас тихий, то когда вы говорите важные моменты, которые должны быть услышанными, пожалуйста, усиливайте громкость вашего голоса. Бұл семинар тренингтің бізге берері мол, өйткені біздер қазіргі уақытта жаңа бағытта соттың шешімдері шыққаннан гөрі татуластыру келісім шарттарын бекіту, яғни халықтың арасындағы мына елдерді жоқ қылдыру бір-біріне соттың шешіміне шағым келтіруді жоқ қылу. Сол бағытта жүргізіліп жатқан, енді медиатор деген жаңадан басталып жатқан іс қазіргі таңда судья медиатор деп біздер өздеріміз бекітілгенбіз. Бұл шара сот жүйесінің 7 түйіннің бірі сапалы нәтиже жобасын жүзеге асыру аясында өткізіліп отыр. Мұнда семинар тренингтер Ақтау, Қызылорда қалаларында да жалғасын таппақ. Эльвира Рахымжанқызы, Динара Жоламанқызы, Артур Ботпанов, жаңалықтар қызметі.